Достар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмсақ, өте нәзік, ауызда еритін, ал дәмі болса тіл үйіретін кекс рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Артынша қант пен шым-шым тұз қосып, барлығын аппақ үлпілдек қалыпқа келгенге дейін шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Келесі ерітілген май мен сұйық май қосып, тағы миксермен араластырамыз. Енді ұнға 1 шай қасық толтырып қопсытқыш салып, екеуін араластырып алғаннан кейін ұнды 2-ге немесе 3-ке бөліп, массаға қосып, бір келкі болғанша миксерлеп тұрамыз. Ал енді бір апельсин қабығын майда үккіштен өткізіп қамырға қосамыз. Қабықтың тек қана сары жерлерін қосамыз, мынандай ақ жерін қосуға болмайды. Сонымен қатар қамырға жарты апельсиннің шырынын да қосамыз. Енді миксермен жақсылап араластыру керек. Соңында апельсиннің екінші жартысын майдалап турап, оны да қамырға қосып, силикон күрекшесімен араластырамыз. Мінекей соңында қамыр осындай болу керек. Енді майланған формаға салып, алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай кекс керемет болып пісті. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.